Ильяс Жансүгіровтің 1922 жылы жазылған шығармасының басты кейіпкері Алқа есімді әйел. Шығармадағы бақытсыз образ рөлін ойнайтын Хасен және Маржан атты екі баланың анасы. Жоқшылықтың тауқыметін бастан кешкен бақытсыз, кедейліктен көз ашпаған әйелдің өмірі, аштықтың дәмін татқан, көзінен жасы тыйылмаған сорлы ана тағдыры баяндалады. Алқа байлығы асып, тасыған Сандыбай деген байдың үйінде қызмет жасайтын. Сол байдың отымен кіріп, суымен шығатын. Ешкімде шаруасы жоқ, пысық, жұмысты талғамайтын, істеген ісі тиянақты, таза. Алқа жарынан 35 жасында айрылып, жесір атанады. Тағдыры одан сайын қиындай түседі. Уақыт өте, Алқаның қызы мен ұлы ер жетті. Ақшаға көзі байланған Сандыбай тоқалымен Алқаның қызы Маржанды жапан тазы деген Саранбайға сатып жібереді. Қасен әскерге шақырту алады. Бір топ адам Қасенді алып кетеді. Алқа қартайып, аурушаң болды. Қатты ауырып, төсек тартып жатып қалады. Көз жұмар алды Қасен, қайдасың деп сандырақтап, бар күшін салып, Қасен деп соңғы мәрте үн қатып жан тапсырады. Демі үзіледі.